Майыс айының соңында Қырымның ең гүзел шері Бақшсарайда бірінші халқара Қырым татар фестивалі олып кечті. Böyle форумның кечірілуі тек Қырымның дегіл, бүтін Украина медени яшайшында бөлік бір вақият кебі олды. 3 күн девамында фестиваль иштиракчылары бір чоқ тедбирлерде иштирак етіп, өз тәжірибелерінен пайлашмаға имканнар таптылар. Бірқач күн девамында Бақшсарай шерінің де фестивальның сайыплері bu yerге тешриф бұйырған 500-ден зияде өз мұсафирлері үшін мерақлы программа түзділер. Шерінің бірқач мейданларында әм беди сергілер, әм тогерек масалар, әм де илми конференциялар өткерілді. Фестивальның әрбір иштиракчысы өзінің яшына ве истеклеріне бақып, бұл тедбирлерде семерелі иштирак еттілер. Бақшсарай шер китапханесінде өткерілген айле дегерліклері конкурсы фестиваль чирчевесінде олып кечкен мерақлы бір тедбір олды. Бұл конкурс кечкен сене тешкіл олынған еді. Ве конкурсының бірінші нәтижелері былтыр Ескі Қырымда 2-ші орта мектебінде олып кечкен еді. 16 мектеп талебесі тәсіл ве илми нәзірлігінің диплом ве қиметлі бақшышларынан тақдирленділер. Америка Қошма Штатларының грант программаларының қолтутуымен конкурста Қырымның чешет регионларында яшаған талебелер өз илми ішлерінің нумайыш етмеге имкан таптылар. Бұл сеферде конкурста 10 Қырым татар талебенің іші нумайыш етілді. Конкурсқа ең истидатлы мектеплілер қатнаштылар. Теміз ана тілінде лаф еткен балалар өз чықшыларында мерақлы ве қиметлі материалларына қоландылар. Айледе сақланып қалған дегерліклеріні нумайыш етіп, керчектен де өзлерінің гүзел азырлықларını көстерділер. 6-ші сыныфның талебесі Бақшсарай районында оқыған Майде Османова битасының 100 yıllık намазлығының тарихы хақында сөйледі. Айле реликвиясы, яғни дегерлігі олған бұл қиметлі намазлықны әркез яқындан көрмеге тырышты. Ескі Қырымдан келген шахсіне дегерменже есе, айлесінде сақланған 110 yıllık бақыр жезвесіні нумайыш етіп, бұл дегерліктің гүзел бір тарихыны айтып берді. Бұл жезве Судақ районының Қапсихор көйінде япылып, шахсіненің қатынасындан мирас олып қалды. Шуны қайт етмек керек ке, епсі балачықлар қиметі олмаған экспонатларынан бераберлікте гүзел видео сайфелерінде азырлағанлар. Әрбір чықыш видео малуматларынан яраштырылды. Бойлелікнен әрбір иштиракчы өз кечірген тәтқиқ ішіні нумайыш етті. Оларның адларыны бүгін мұтлақа сізлендірмеге істейміз. Бұлар Юнусов Юнус, Абдулла Эмиралиев, Ленера Меметова, Эльмас Асанова, Мелья Кемалова, Шахсіне Дегерменджі, Селим Эскендер оғлы Ильясов, Сусана Ибрагимова, Майде Османова ве Гузель Умерова олдылар. Бұл талебелерінің мерақлы ішлеріні сіз мақсус açылған интернет сайтте көре білерсіңіз. Бұл проектның координаторы ве айле дегерліклері конкурсының тәшебүшчісі Зарема ханым Хайридинованың айтқанына көре, бұл конкурс яш неслімізде ватанперверлік туйғысыны ашламақ мақсадында чалышып башлады. Ве бұны біз өз көзімізден көреміз дей Зарема ханым. Джезве яда ескі Құран қапы, сабут ве эв эшялары, ескі киімлер ве китаплармен берабер ағыз-ағыздан кечкен ве сақланып қалған икәйлер, дистан ве риваятлер, ескіден қалған фотовесиқалар, бұлар эпосы тек айле дегерлігі дегіл. Халқымыздың дегерліклерідір, дей проектінің координаторы Зарема ханым. Иште конкурсның нәтижелері де гүзел олды. Газетлеріміздің журналистлерімен тәшкіл етілген конкурс жюрисі ешбір кімсенің жанына ағыртмады. Конкурста Гуч талебе бірінші ерні қазандылар. Кезлев қызы Ленера Меметова менің байлығым адлы іші үшін, Добрая Умумтазил мектебінің талебесі Гузель Умерова өз ішіні милли киімде шығып нумайыш еткені үшін ве конкурсның
Эң кичкене иштиракчысы Украина гимназиясының талебесі Юнус Юнусов бірінші ерні қазанып, спонсор тарафындан диплом ве кыйметли бакшышлар ile тагдирлендилер. Biz en vela bizim kartlarımızdan, icdatlarımızdan onu öğrenmek gerekmez. Canlandırmak, yazmak, bunu toplamak gerekmez ve saklamak. Bu bizim geçmişimizge aittir. Çünkü bu bizim tarihimiz, medeniyetimiz, onu saklamak gerekmez mutlaka. Men anam ve babam yardım ettiler. Çoksa anam yardım etti. Men olan bir programda sızıp videodan alıştırdım da multik yaptım. Ozunu sızdın? Bütün şeyini ozunu Men hocam tekarançık yardım ettim. Hocam Zarema Şevketova. Шу күні конкурс иштиракчылары үчүн Көз айдын матбуат ресурс мерkezinin яңы ве кечкен yıllarda dünya yüzü көрген bazı malumatlar da numayiş etildi. Олардан birisi virtual muzeyinin eksponatlары ve merkez tarafından çıkarılgan yaş istidatlarımızın konsertleri oldular. Конкурсның баш спонсоры Baby City tükkanlarının Ukraynadaki temsilcisi Eskender Tupikov'ның айтқанына көре, бойле проектлерінің Қырымда кечірілмесі пек büyük mesuliyet doğura. Çünkü балаларымызға бүгін не берсек, onu da alırmız dey Eskender Bey. Bugün çokça балаларымыз için renkli kitaplar, meraklı multfilmler, programmalar hazırlamak gerekmez. Ve bu multfilmlerini tercüme değil, özümüz yapmak gerekmez dey iş adamı. Onun fikrince bütün bu şarayetlerini Kırım'da yaratmak mümkün. Buna tek büyük para değil, büyük istek de gerek. Ve aile degirlikleri konkursunun ikinci finali o'tkarildi. Proyektning koordinatori Zarema Xayridinova gelecek sene iştirakçılarımızın sayısı pek artar ve biz buna hazırmız degen umutten hiç de üzülmeyip. Bizim devlet radio kompaniyamızda bu acayip konkurska kol tutup, onun takdirini gözetmege asır.